Atpağalı olmaydı, шығармай шағыз Құранда. Жанынан жақын нәрсе жоқ, айырыларсың мұнанда. Дүниеде дінді ұмытпа, қаларсың қаңғып тұманда. Өлшеулі өмірің шапшағы су секілді құманда. Келатқан өлмей кімің бар, көзіңді салып бұлманға. Ажалдан аулақ болам деп, болада көрме күманда. Қол қусырып құлдық қыл, әміріне айтқаннан да, сөйткенді тәңірім қолдап тұр, айтып тұр молла Құранда деген екен. Түрекең сөз екен. Түрекеңдерде де әрбір асыл сөздер бар ғой. Есіме қазір сол түсіп кетті, басқа сөз. Түсіріп өзім, бәбі жалғаны. Осындай дәуреде отырғанда, ей туыстар, келіңдер, бір паспорт дүния тірлігін ақ шариғаттан сөйлейік, Алланың айтып бірлігін деп бастайды екен әңгімені. Бабамыз да. Соны әкем 53 жылы айтып еді. Есімде қалып, Түйеғай атамның айтқанын айтып еді. Сосын Маймақ, Әбдімәлік Мақсымның әкесінің айтқан, Маймақ Молланың айтқанын айтып еді. Біздің Торғай қызалыспайды ғой. Сонда бір күні жиналып Торғайлар, ай осы мынау Кердібайға ағайын бәрі қызалысып жатыр. Сарбай да қызалысып жатыр. Біздердің де қызалысатын уақытымыз келді ғой, ұзындығымыз бірдей ғой. Көлденеңіміз аз болғанменен деген екен, Рысқұл деген кісі. Сонда айтқан екен. Дұрыс айтасыз аға, Құдай қосады, шариғат қосады. Бірақ кешесінің ауыл көшіп келгенде бай атамның ауылы келді, би атамның ауылы келді деп атыр мына балалар. Ертең құдалық кірсе, құданың ауылы келді демей ма, осының қайсысы мақұл деген екен. Сонда ой айналайын, біздер кәттелесіз екенбіз ғой, туыстыққа не жетсін деген екен дейді. Сонда Маймақ отырып айтады дейді. Құдалық кірсе араға қашықтар туыс арасы. Қашықтар туыс арасы. Сіз бізде ескен жарасар, Торбайдың аз баласы деген екен дейді. Қызалыспай, біздің Торбай қызалыспайды. Осы уақыт үшін қызалысқан емес. Сарбай алса мен? Сарбай, Торбай, Кердібайға өзі көлдейдің төртеу туғанбыз ғой. Олар алса береді, біздер алыспаймыз. Жаңғық Торбай алыспайды. Сарбай мен Торбай алсады ғой. Торбай өздеріңіз алыспайды. Балқы да бір, мына шолтар да бір, бәріміз бірден тұтқан. Торбай, Сарбай, Қайқы, Балқы, Кердібай, мына Рай. Үлкені сенсің ғой. Әкесінің аты ғой, Қайқыда, Кердібай әкесінің аты ғой. Қаратамыр үлкені. Қаратамыр ғой бәйбішеден туады, сен үлкенсің, сенің жолың үлкен. Бозғылдың екі әйелі болған. Бәйбішеден Қаратамыр туады да, Тоқайлыдан төртеу туады. Сенің әкенің аты Қаратамыр емес, Қарақожа. Біздердің шешеміздің аты Көлдей деген кемпірде төртеу туғанбыз. Түсіндің бе, әдет? Балқы деген ол шешеңнің аты. Әкенің аты Қайқы. Қайқыдан үшеу туғасын екі бастан. Қыдыр, Темір Полат. Темір күлдің өзбек болып кеткен, біреу жарым темір балқы бар. Қыдырдан төртеу туады дейді. Андағыл Гөнтек, Жандағыл Жантақ деген туған. Ол Жандағыл Жантақты біреулер Қытайға өтіп кетті дейді. Біреулер айтады, тұқымсыз кетті дейді, оны анығын мен білмеймін. Әне, Гөнтектен екеу туасын. Неден, Қыдырдан екеуің барсың, Андағыл Гөнтексің. Андағыл Гөнтек қыз алыспайды. Полаттан алтау туған. Алты Полат, жеті Жауқашқысы қайда ғой, Жауқашқысы? Полаттың ең үлкен баласы Жауқашты ғой. Жауқаштыдан жетеу туған. Жетеу туған. Жаңағы Оторбай Қосбармақ, Қиық Қалтан, Елшібек, Назарымбек, Сәмет болып жетеу туған. Соның бәрін жазып астым бол.